Неге бизнесмендер рекламадан ешқандай да клиент таппайды? Ең алдымен олар өздерінің потенциальный аудиториясын, яғни целевая аудиториясын жақсы танып алуы керек. Сіз олардың тек қана қызығушылықтарына ғана емес, жасы, жынысы, ер адам ба, әйел адам ба, олардың ортасындағы ма, қай жерде тұратынынан бөлек, олардың ойлары қандай, яғни сіздің продуктке деген оның проблемасы қандай, оларда қандай убеждение бар бұл продукт туралы, олар не нәрсе ойлайтынын, одан кейін қандай да бір сіздің продуктке қатысты қорқыныштары болатын болса, неде қандай олардың арманы бар, осы нәрселерді терең зерттеу арқасында сіз клиенттеріңіздің тілінде сөйлеп, оларды тарту оңай болады. Жалпы бұл нәрсе маркетингтік анализ кезінде жасалынады. Келесі видеода көріскенше, чао.